Рөлі оң жақта орналасқан көліктер енді такси бола алмайды. Көлік министрлігі InDriver және Яндекспен меморандумға қол қойыпты. Құжатқа сәйкес оң жақ рөлді машиналар қосымшаға тіркеле алмайды. Марат Қарабаевтың сөзіне сенсек, 2025 жылдың қаңтар айына дейін елдегі InDriver мен Яндекс өз ішінде инвентаризация жасап, оң рөлді көліктерге шектеу қояды. Сонымен қатар, әу баста рөлі оң жақта болып, оны солға ауыстырғандар да жолаушы тасымалдай алмайды. Есть праворульные машины, которые переделаны на леворульные. Они носят опасность для здоровья и наших граждан, для безопасности передвижения транспортного средства. Поэтому у праворульных машин 13-значный ВИН-код, у леворульных 17-значный. Указанные интернет-провайдеры у себя будут проводить в том числе ревизию именно переделанных машин, и с 1 января их тоже будут отключать. Таксауат етіп жүріп, жол ережесін жиі бұзатындарда InDriver мен Яндекске тіркеле алмай қалуы мүмкін. Мұндай бұзық тізгіншілердің тізімін Ішкі істер министрлігі әлгі платформаларға ұсынып отырады екен. Сөйтіп, ережені елемейтіндер InDriverден де Яндекстен де шығарылады. Альфард естималарға тықыр таянды ма? Өмірі көрсетеді.